солығыңда көңілде асылайы кең дала жүректе сағындым сені Асыл мұра. Ошадай ақ көгілден бай паңдаған қалқаға бір сырым бар айта алмаған тұндырған тостағанғай қағаз шайдай көзіңнен айналайын жаутаңдаған ай бір бидай арпа өзің біл қалқа бір бидай әнім өзің біл жаным Ой, бәрекелді. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда Асыл мұра бағдарламасы. Қазақтың рухани мұрасын ғасырдан ғасырға жалғап келе жатқан бір өнер керуені, оның ән өнері. Бүгінде сол ән өнері қазақтың өзінің тарихы секілді бұралаң жолдардан өтіп, осы күнге жетті. Соның қадірін қазірде біз біліп жатырмыз ба, білмей жатырмыз ба? Сол қазақтың әнін тыңдауға қауқарымыз жете ме, жетпей ме, осы төңіректе ой өртетін боламыз. Қадірлі аға, мынау Конфуций айтқан екен, бір елді жаулаймын десең, оның музыкасына қара. Ол тыңдаған кезде құтырынып, билеп тұратын болсаң, ол елді жаулау қиын емес. Ал оны тыңдаған кезде езіліп, жылап тұратын болсаң, оны да жаулау қиын емес. Ал оны тыңдаған кезде ойға бататын болсаң, ойланатын болсаң, ол елді жаулау қиын деген екен. Асылында біздің осы күй мұрамыз, ән мұрамыз, жалпы музыка мұрамыз тура жаңағы соны тыңдаған кезде ойланатын, толғанатын, бір парасат биігіне жетелейтін үлкен дүниелер еді. Кезінде Алаштың ардақты ұлдары Жәнібек Кәрменов пен Ақселеу Сейдімбек ағамыздың осы Асыл мұра деп атап қойып атын осы ән төңірегінде әңгіме өрбіткені жұрттың бір ерекше ықыласын аударған дүние болды. Соны біз әлі күнге дейін көреміз, әлі күнге дейін тамсанып, содан бір мұғалімнің алдында сабақ алып отырғандай боламыз. Осы дүниені Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ деп, өзімізше, халық қадірімізше жалғастырсақ, өзіміздің көңілде жүрген, шіркін-ай мына әнді осылай түсінсе ғой, бұл ән осылай шырқалса ғой деген сипатта осы алғашқы біздің түсірілім болғаннан кейін, алғашқы бағдарлама болғаннан кейін, осы жалпы қазақ әніне кең көлемде бір сипаттама жасап, ән дегеніміз сіздің түсінігіңізде не? Қазақтың әні сіздің ойыңызша ол қандай адамның жан дүниесін көрсетіп тұр, ол және қалай жету керек, онда не айтқысы келді? Бұл өнер жалпы қажеттіліктен өмірге келеді ғой. Қандай қажеттіліктен өмірге келді? Осы ұланғайыр далада осы әннің туылуына қандай бір нәрселер себеп болды екен? Қандай бір адамның көңіл күйін, қыл қобызын кеудесіндегі қандай әуен шертіп, оны қалай жеткізді екен деген сипатта әңгімемізді бастасақ. Ой, бәрекелді. Армысыз құрметті көрермен қауым, армысың Құлеке. Енді біз әңгімеміздің әлқисасын мынадан бастайық. Мына сіз екеуміз енді кәсіби музыкатанушы маман емеспіз ғой. Екеуміз консерваторияны бітірген кәсіби әнші де емеспіз. Бірақ мынау Эйнштейн айтты деген бір сөз бар екен. Дүниеде ғарыш шексіз, адамның надандығы шексіз депті. Қазақ енді оның қара тілімен домбыра шанағына қарай сөйлейді деп те жатады. Біз енді ат жалын тартып мінген азамат ретінде қазақтың естіген, білген, осы өмірде пайымдаған, түйген, өмірдегі түсінігімізді елмен бөлісіп отырдың еш сөкеті жоқ қой деп ойлаймын. Енді мына бағдарламаның жалпы пайым парасаты ойлап отқан дүниесі шындығында ғажап екен. Себебі мына данышпандар айтады ғой, сен не жейсің, не істейсің, мен сені кім екеніңді айтамын деп. Мен осыға сен не көресің, не істейсің, мен сені кім екеніңді
айтамын деп Не тыңдайсың? не тыңдайсың? Мен сенің кім екеніңді айтар едім деп айтқан білдір. Себебі мынау сапалы сөзден сапалы құлақ пайда болады. Сапалы құлақтан сапалы таным пайда болады. Сапалы танымнан сапалы ел шығады ғой. Сондықтан шамамыз келгенше сапалы дүниені айта беруіміз керек қой. Сіздің де енді жаңағы бар мақсат қылып екеуміздің алып отырған дүниеміз осы ғой. Енді әлі енді Ақселеу мен Жәкеңнің тандеміндегі дәл үлкен рухани халды ала алмасақ та әйтеуір ұқсап бағып жатырмыз ғой. Сіз менен домбыраның жалпы мына қазақ ән өнерінің пайда болуы жайлы сұрап жатсыз. Мен енді былай деп айтқан болар едім. Жалпы мына ән мен күйдің тарихы не десеңіз, ән мен күйдің тарихы не десеңіз, ол домбыраның тарихы деп айту керек. Әннің тарихы домбыраның тарихы, күйдің тарихы домбыраның тарихы. Себебі енді сол домбыра пайда болғаннан кейін барыстап уыл пайда болды, әуен пайда болды ғой енді. Содан кейін бар күй мен ән пайда болды ғой. Енді тым ілкіде қазақтың ән өнеріндегі ұғым тым ілкіде біз енді оны домбыра қайда болды деген кезде енді ғалымдардың берген жасына байланысты жаңағы тасқа бәдізделіп қалған иероглифтардағы ескі мынау Жағда Бабалықұлы этнограф тапқан 68 жыл қателеспесем. Кейін мынау Қаржаубай ағамыз тапқан Моңғолиядағы төңірек. Енді Қаржаубай ағамыз енді тапқан жоқ, оны жаңа көшірмесін домбыраны жасатып алып келді ғой енді. Сондағы сол домбыраның жасын ғылым біздің заманымызға дейінгі 5000-6000 жылдықтың алды деп. Ата домбыра деп. Иә, ата домбыра деп 5000-6000 жылдықтың алды деп береді. Жас береді енді. Сол жазуда Қаржекең айтады, жаңағы артында сол домбыраның жазуы бар екен. Бір әрпі өшкен, бір әрпі жаңағы көрінеді, көрінбейді деген секілді ескі дүние ғой. Сонда жалпы оқыған кезде жұпар күй әуені бізді шаттыққа бөлейді деген мағына береді екен жаңағы сөз. Енді қазақтың күй тарихында жалпы күй танушылар мынау қос мүйізді Ескендір деген күйді біліп отырсыз. Енді Ескендір Зұлқарнайынды айтып отыр ғой. Ескендір Зұлқарнайынның есімі Құранда да бар ғой енді. Әділ патша ретінде суреттеледі, оны білесіз. Екіншісі мынау Сайдалының Сарыөзені деген күй бар. Сарыөзен деген күй бар. Сайдалының Сарыөзен деп аталады. Енді Сарыөзен деген не десеңіз, ол Сарыөзен қазір Қытай территориясында Хуанхэ өзені ғой, Хуанхэ өзені. Ал Хуанхэ өзені жалпы сол кездегі Қытай мен ғұндардың арасындағы текетіресті білесіз. Демек бұл ғұн дәуірінің күй ретінде айтады тарихшылар. Сонда демек ғұн дәуіріндегі Сайдалының Сарыөзен деген күй ғұн дәуірінен ақпар беріп отыр ғой енді. Өсіп кете береді. Сосын бұны күйді алға салып айтып отыруымыздың себебі қазақтың жалпы ән өнері деген күйден балалап шыққан көбісі. Өйткені мына күйдің белгілі бір тартыстары жекелей дамып, жекелей өрекіп, әннің белгілі мақамдарына айналып кеткен. Ол өзі мына арқаның күй шартысында да, Алтайдың белгілі күй шертісінде де сол күйдегі еліктеп туған ән анық аңғарылып тұрады. Әннің кейбір қағыстары күйді аңғартып тұрады. Содан шыққандығы, өйткені генезисі күйде жатқандығын бір нәрсе. Енді бұған дәлел ретінде біз айта кетейік, тіпті әннің күйдің өз версиясы бар, өз нұсқалары бар. Мысалы енді кешегі Ахаң жасады деп отырмыз ғой, Ақселеу Сейдімбек жасады деген жаңағы Қазанғаптың көкілінен Қазтуғаның Қайранда менің еділімі пайда болды ғой. Яғни сол нұсқаға салып жерді. Одан кейін жаңағы қазақтың Топай көк деген халық күй деп жүр, Топай көктен жаңағы Ақтанбердінің толғауы шықты ғой. Енді қойғандай қоя салып, сол әуеніңге сала салып еді, сөзді қандай болып қан жүгіріп жайнап шыға келді. Көріп отырсыз ғой. Осы секілді әндер белгілі бір күйдің мәтіндегі әндер өте көп. Жалпы мынау әлемнің музыка өнеріндегі қорды, ресурс дейміз ғой, сол қорды қарайтын болсақ, қазақтың әнімен ілесетін, қазақ музыкасымен ілесетін әлемде қор жоқ. Бізде қазір музыка танушы мамандар 12.000 әнді, 5.000 күйді қаттап, жоттап, тізімге алып отыр. Осыдан ала қазақ халқының шынымен де жаңағы аңыздың кейде астары да бар мекен, шындығы да бар мекен дейсіз. Арқаға төгілсе төгілгендей. Төгілгендей деп ойлайсыз. Сол 12.000 ән мен 5.000 енді ән жаңа күй дегеніңіз Құдай ерен қазына ғой енді. Осы қазақтың ән өнері тек бір 19 ғасырдан бері қарай ғана келе жатқандай сыңай береді. Өйткені енді біріншіден сол әндерді шығарушы мен айтушының есімдері содан кейін белгілі бола бастады ма. Одан арғы дүниеде біздің ән өнеріміз тым бір кедейленіп, жұтаңданып көрінеді. Бұл 19 ғасырда шыныменен біздің ән өнеріміз
дүрілдеп гулеп бір ерекше бір алтын уақыт болды ма, жоқ, әлде оның алдындағы дүниелеріміз жоғалып немесе ізін жасырып талай тарихтың құмдары оның ізіне өшіріп кетті ме? Дәл солай, Өреке. Бұл енді мына тарихта мынандай бір анықтама бар. Отар елдің тарихын отарлаушы ел жазады деген. Біз енді көп ғасырлар бойы 10 буын шежіреге салсақ, 10 буын отарлық метрополияда тәрбиеленген екен. Енді ойлап көріңізші, 10 буынның саны деген 300 жылға шаққан кезде 300 жылға пар уақыт. Ал 300 жылдағы үлкен қазынаның барлығы, жаңағы айтқандай ақ, қалай жазады, қалай ойлайды, солай оның барлығы өзгертіліп отырды ғой. Біздің болжасам болмысымыз басқа пайымға қарай көшірілді ғой. Сондықтан тағы да осы сөз айтылып қайра айтуға мәжбүрмін, отар елдің тарихын отарлаушы ел жазады деп. Сол кезде осы жұп-жұқа бір тарих жасап берді бізге. Міне сендердің тарихың мынандай. Сендерді ел қылған біз деген сыңайдағы енді. Сендерде мәдениет жоқ, өркениет жоқ деген секілді ғой. Сондай бір жұтаң, жұпыны бір түсінікті санамызға сіңіре берді ғой. Кейін мынау Алланың қалауымен тәуелсіздікті алып, еркін ақпараттардың ағысына қол жеткізіп, әлемдік архивтер іске қозғалған кезде, қолымыз жеткен кезде дүние түрленіп сала берді ғой. Сөйсек, біз деген кәдімгі тым апшысы қуырылған түсінікте қалғанымызды, тамырымыз бер жағында топырақтың бетінде жатқандай. Бетінде ғана қалғандығын байқадық. Сонда енді әрине мына қазіргі қазақтың тарихын, бүгінгі қазақ территориясымен қарауға болмайды. Біздің кешегі алапатымыз асып дүркіреп тұрған Түрік империясын қосыңыз. Одан кейін Алтын Орданы, кешегі әруақ аспандаған Алтын Орданы қосыңыз. Осы кезде тек қана қаншама жерге түріктің найзасы мен жебесі ғана жеткен жоқ, ол жерге өнері де, кісілігі де, парасаты да, мұңы да, қайғысы да жетті ғой. Адам бар жерде ән бар, адам бар жерде көңіл күй бар ғой енді. Сол жерде соның барлығы орнығып қала береді. Енді мына Азия деген кітапты білесіз. Әйгілі кезінде 20 ғасырдың орта шенінде үлкен дүмпу туғызған Олжас Сүлейменов қылғанда со ғой. Оның ішіндегі жаңа Игорь Жорығы деген жеке шаруа енді. Сонда ол жекең мына түріктің қазіргі орыстың көп сөзінің түп төркіні түрік сөз екендігін дәлелдеп шығады ғой. Жалпы түрік мәдениетінің орасан ықпал еткендігін батысқа. Енді сөз жеткен жерге әуенде бар ғой, дәл солай. Сондықтан мына біздің қазір Саратов деп жүргеніміз Сарытау, Тюмен деп жүргеніміз Төмен, Волга деп жүргеніміз Еділ ғой, енді кешегі түріктің жері ғой, дүркіреген. Сол кездегі сол жерде әндер қалды ғой. Қанша мәндер қалды. Қазір мына жалпы мына орыстың ескі ілкідегі әндерін тыңдап отырсаңыз, түріктің әуендеріндегі мына түйіршіктер бар ғой, меймандалап көрініп тұрады. Бұл да шыныменен Олжастың Азиясындағы үлкен түркі дүниесіндегі тілге байланысты дүние болса, бұл музыкаға байланысты бір үлкен бір біздің рухани дүниемізді түгендейтін бір үлкен дүние екен. Дәл солай мына Олжастың сөздерге байланысты дүниесі ғой. Ол төртке бөліп жіктейді. Ол үлкен бір кітапқа жүк болған тақырып қой, жаңа төрт нәрсе. Мына түркі топырағындағы әндердің орыс музыкасына әсері дегенде, тіпті арияға әсер, тіпті романсқа әсер деген үлкен зерттейтін тақырып бұл кәдімгі. Шынымен де сондай ықпалы болған түрік музыкасының. Кереметте жайылып кеткен. Біз енді кейін сәті келіп жатса Абай музыкасының генезисіне де тоқталамыз. Мысалы, Абайдың музыкасының дені романстар мен ариялар дейді ғой. Ал шындығында ол батыстан көшіріп болған ария мен романс емес. Ол түркінің төл дыбыстары өзі. Онда біз кейін уақыт болса бөліп айтамыз, өкінішке қарай бағанада айтып жатырмыз. Біз келте тарих барлығын бізден үйрендік деген пайымды ішке сіңіре берді ғой. Енді содан шығады, жаңағы Александр Бородин деген өте бір орыстың ірі композитор бар. Соның мынау Князь Игорь деген шығармасы бар. Ол кейін енді «Улетай на крылах ветра» деп айтылып жүр. Жел қанатындағы ән деген сөз ғой. Жел қанатымен ұшсам деген мағынада енді аударсақ қазақша. Егер сіздер осыны жақсылап мұқият тыңдап шығатын болсаңыз осы музыкада, сонда көне түрік әуені, қазақтың байырғы әуені менмұндалап естіліп тұрады. Тек мына славяндық белгілі бір әуезбен бір бейімделіп, соған бір адаптация жасап, бір әрекетке түскені болмаса, негізгі қанға сүйегі түріктің байырғы әуені деген анық аңғарасыз. Мен енді сол үшін әдейі мысалға беріп отырмын ғой. Сосын мына жапондар
қазаққа түрік музыкасының әсер еткендігі жайлы кейбір ғалымдар айтады. Сонда мына жапондар түріктің музыкалары бар ғой жалпы енді. Жаңа домбырамыз бар, не дейік, қобызымыз бар, шаң қобызымыз бар дейміз бе? Жетегеніміз бар. Соның барлығын гагаку дейді екен. Гагаку деп атайды екен. Гагаку деп. Енді оны ал енді олардың бір Буданың дейді 25-ші нұсқасы дағы бір белгілі бір музыкасы, белгілі бір не деп айтсақ екен, сол нотаға түскен екен. Бір әуендер бар өз Буданың ішіндегі бір, Буда дініндегі ішіндегі бір айтылатын әуез бар, хормен айтылатын. Сол нотаға түскен екен, соны теріп, жаңағы нотаны ойнаған ғой. Соны ойнаған кезде кәдімгі қалғаны гаккудың әуені шығыпты. Енді мына ең қызық жері біздің тағда музыка мамандар айтатыны гакку деген сөз негізі музыка, әуен, әуез деген сөздің синонимі дейді. Сонда біз мысалы мына гакку деген әнді алып Үкілі енді Үкілі гакку деп жүрміз ғой. Жалпы гакку деген сөздің негізгі анықтамасы музыка, әуез, әуен деген ұғым береді екен. Осылай енді бұл да әрине енді терең зерделейтін дүние. Енді жаңа сіздің шынымен де мына 19 ғасырдан басталады деген тым енді өте келте пайым. Енді тағда мына күйдің тарихын зерттеушілер ілкіден анадан әрі тараса, тіпті қорқыттан бері тарататын, 9 ғасырдан бері тарататын да жағдаят бар күйдің тарихын. Мына кәсіби күйдің тарихын 9 ғасырдан бері қарай тарататын болса, сонда қолында домбырасы бар. Отыр бұл 10 жыл бойы не істеп отырған сол адамдар енді. Қолында домбырасы бар, сонда сөйлемеген ба? Әуен қоспаған ба? Сол енді бұл енді 10 ғасыр бойы шыдас беріп шыдап келу дегеннің өзі ұят нәрсе. Енді қалай болғанда да қазақтың ән өнерін зерттеп жүрген адамдар әріге қарай жылжу керек. Кеше енді өзіңіз білесіз, Мұхтар Мағауин 15 ғасырға жылжытты, ары қарай өне қобыстарын арқылы. Белгілі бір біздің ойлау жүйемізді ғой енді, ары қарай анау Қазтуған деп ары қарай әкетті, Шәлгизге дейін әкетіп жатты. Одан кейін көне түріктің дәуіріне дейін ары қарай әкетті деген секілді ғалымдар. Дәл осы секілді қазақтың мынау ән өнерінде әріге қарай жылжытатын, белгілі бір түсініктерді іске қосатын бір мамандар келу керек қой деп ойлаймын жалпы. Енді осы жерде мен мына бір екі дүниені айта кеткім келеді. Жаңа сөз басында ұшығын шығарып кеттім, мына балбал тастарға бәдізделген тастар деп. Осы бірер жылдың бедерінде интернеттің бетінде бір сурет пайда болды. Ол сурет Түркия топырағынан табылып отыр. Сол суретте бір адам отыр. Домбыра ұстаған адам отыр. Бер жағында домбыра бар, домбыраның басында бір бозтар қой отыр. Содан бозтар қой отыр, сол бозтар қой отырған кезде менің есіме бұл нендей мағына береді? Қалай болғанда бұның бәрі символдық ұғымдар ғой. Бұның бәрі символдық ұғымдар, жайдан жай оны тасқа бәдіз. Бұл балбал тастың өзі жаңағы қай уақыт? Оның жасын 3000-4000 жылдықтың, біздің дәуірімізге дейін 3000-4000 жылдықтың алдындағы тас деп жаңа жасын анықтама беріп отыр ғалымдар. Сонда менің есіме бірден Аққурай деген ән бар ғой. Өзіңіз білесіз, соның қайырмасына келген кезде домбырам басы Балқурай, басындағы олар Бозторғай дейді ғой. Сол бірден есіме түсті. Ал енді ол мен қазақтың әнінде жалпы ұйқас үшін алып отыр деп есептемеймін. Сол Балқурай, кеудемнен көгалері қош деп үшті деген ұғымдардың барлығы бір терең зерттелуге тиісті дүниелер ғой деп ойлаймын. Бұның бәрі символдық, рәміздік ұғымдар болу керек. Енді бұны музыканың бір мамандарына сәл құлақ қағыс етіп өтейік. Өйткені мына қазақ музыкасында символдық ұғымдар деген өте көп. Сондықтан мен қазір енді рұқсат етсеңіз, жалпы ол әннің мәні былай еді ғой, мына Аққурай деген ән. Мен екінші жолынан ала салайын. Қайырмасын ғана қағып көрсетсеңіз болды ғой. Ән бүйтіп келеді да, сонда мына әнде тым бір еркіндік бар. Мына қазақтың әндерінің бір жыламыш халге түсетіні де, бір мұңды халге түсетіні де, мына ән деген ұлттың жан дүниесінің айнасы ғой. Егер жабырқау көңілден қайдан қуаныштан пайда болсын. Қазақтың мына әндерінің дені жабырқау болатын себебі енді көзінен жас көпкен жоқ қой. 300 алдындағы жоңғардың қиқаясы, енді жоңғардың отырлауындағы соғыс деген жерде көңіл күй болмайды ғой. Одан кейін орыстың ойраны деген мәселені қоса берсеңіз, сонда қазақтың әндерінің бір жылаңқы болып қалды.
байқасаңыз. Ал енді чат жадыман кезі болды ғой, лепіріп тұрған чат жадыман кезі болды. Мына әннің жалпы несіне қарасаңыз, ішкі ағысына да, динамикасына да, мына әннің болмысына қарасаңыз лепіріп тұр. Қазақтың бір чат жадыман еркіндігін көрсетіп тұрған әнді. Қара жерге қақтырмайдай, жігітке сұлу қыздар таптырмайдай. Сыртынан қызда олдың ән шырқасаң, таражаңдап кемпірмен жалу жақтырмайдай. Опрам басы балқурай, басына қонар боз торғай, қалампырмен насыбайын болмасай, ауырады басымай. Қалдырләку лилай, лилірләку лилай, қалаләку лилай, қалаләку лилай. Ой, бәрекелді. Енді осы әннің шығу тарихына үңіліп көрдіңіз бе? Осы әннің шығу тарихына үңіліп көргем жоқпын, бірақ жаңағы Балқурайдағы домбыраның басындағы боз торғайдағы осы текстің сақтап қалу енді менің санам іске қосылып жатыр. Дәл қазіргі сәтте осы әнді ары қарай тарихын ендетіп көрсем бе деп ойлаймын ғой. Сосын мына жерде тағы бір айта кететін дүние, мына өкінішке қазақтың кісіліктен кеткен есесін, мәдениеттен кеткен есесін тірісінде қаламсабымен қайтарған бір адам болса, Таласбек Әсемқұлов қой. Пайымы, оның қаламсап қуаты, ойы деген ерекше ерен адам болды ғой. Ол екенді оны білесіз. Бәріміз сол кісіні рухани ұстаз санадық. Сол тәкеңнің күнделік кездесіп қалғандағы бір айтқан әңгімесі еді. Таласбек аға айтады, мына Сәулемай деген ән бар ғой. Сәулемай деген әннің өзі жалпы қарасаңыз, қазақтың мың әнде 12 нұсқасы жүр. Сәулемай деген 12 нұсқасы жүр, бірақ сол 12 нұсқасында мен тыңдап көрдім. Себебі осы әнді жазбақ болдым, жалпы тарихын қалай екен деп. Сөйтсек, бірі мұңды, бірі мұңсыз. Мынау тас деген әйнекте шашылып, кейбір элементтер бір әнге сіңіп, бір әннен енді жүрді анау шашылып кеткен. Соның барлығын реконструкция жасап құрап, жалпы мына төл нұсқадағы Сәулемайды қайта жасап шығаруға болады екен деген ойға келді. Ал сол төл нұсқасын жасайтын болсақ, ол тым мұңды. Сонда Таласбек аға айтады, мынаны жалпы енді қазақтың көп өмірі ат үстінде өтті ғой. Соғыс кезеңі, сол кезде ер азаматтар аттанады, қалай болғанда да. Сол кезде ер азаматтар аттанады, сүйген жарлар шығарып салады ғой. Келер, я келмес. Ол енді тағдырдың тәлейіндағы шаруа. Сол кезде аттандырып салған кезде жаңағы әйелдері, келіншектері жылап шығарып салады екен. Бұл келіншектер айтқан ән екен. Сонда ана ер азаматтың айтқан сөзі ғой. Жаңағы бақи болсаң кетерсің қанға батып, сақи болсаң келерсің қаннан өтіп дейді. Бақи болсаң кетерсің қанға батып, сақи болсаң келерсің қаннан өтіп дейді екен. Көрдіңіз бе? Біз оны жақсы болсаң келерсің судан өтіп деп. Біз жақсы болсаң кетерсің суға батып, жаман болсаң келерсің, қалай керісінше болуы да мүмкін енді. Жаман болсаң кетерсің суға батып, жақсы болсаң кетерсің судан өтіп дейді ғой енді. Сонда жаңағы бұл жерде бақи мен сақи деген ұғымның өзі қарап болсаңыз 18 ғасырдың лексикондағы сөздер екен. 18 ғасырдың лексикондағы сөз. Өйткені әр ғасырдың өз лексиконы бар ғой енді. Мысалы, кешегі 20 ғасырдағы алаш арыстарының, міне бір ғасыр ілкідегі алаш арыстарының жазып отқанымен бүгінгі біздің сөзімізде әжептәуір айырмашылықтар бар ғой. Тіпті баспа сөзімізде болсын, күнделікті қолданып жүрген сөзімізде болсын. Қазір сол кездегі мақалалардағы сөз қолданысты түсінбейтін жағдайға түстік. Сонда мына сол жаңағы алашты айтып отқаннан шығады ғой. Алаштың әнұраны деген бір ұғым бар, енді мемлекет ретінде автономия жариялап, өзінің туғын, өзінің әнұранын жасақтап үлгерді ғой аз өмірінде. Алаш милициясы деген болды, алаш әскер деген жасақтап үлгерді. Сонда мына әскер әні деген Жүсіпбек Аймауытовтың жазған сөз бар. Соны мына Міржақыптың қызы
Гүлнар апамыз сол әнді айтып әскерлер кешке жақын кетіп бара жататын еді дейді. Әскер әні. Ол енді әскердің әні екен, әскердің сап құрып бара жатқандағы айтып бара жатқан әні ғой. Сонда мынандай бір сөз бар. Өлсек қақ шахид, біз өлмесек біз ғазы дейді. Өлсек шахид біз дейді. Өлмесек біз ғазы дейді. Ғазы деп отқанымыз бүгінгі тілмен айтқанда ардагер ғой, соғысқа барып келгеннен кейінгі алатын. Сонда өліп қалсақ, ол да шахид болып кетеміз. Өлмесек ардагерміз, халқымыз алақанына салып отыратындай. Екі жағынан ұтылмаймыз деген ерлікті айтып отыр ғой. Сонда жаңа қалсақ қазымыз деп айтты деп үлкен кісілер айтып отыратын. Со ғой. Сонда жаңа ежелден ертүрік оқ тескен етіміз, қаймығы бес жаудан қайтпаған бетіміз. Жаусын оқ ақсынған, шықсын жан қорқу жоқ, алаштың жолында жан қимақ ниетіміз деп отыр ғой. Соншалық жеңгейде беріліп отыр. Енді осылай қарасаңыз, қазақтың әндеріндегі мына текстілік, бірінші мәтін. Мына өкінішке қарай осы жерде сіз бағанада айтып отырсыз ғой. Ең бірінші мен өзім жеке ойлаймын. Былай деймін. Бірінші мына текст. Тексттен кейін әуен, әуеннен кейін драматургия пайда болады. Жалпы мына адам бірінші текст түсіну керек. Әбден тексті. Мысалы, мына Мәдидің қарқаралысы ма? Қарқаралыға байланысты жазылған бүкіл дүниені оқу керек. Содан сол қарқаралы деген әннің текстінен әуен шығады. Қайғы дегеніміз әуен ғой енді. Содан әуен шығады. Одан кейін барып сіз ол қалай орындалу керек, драматургия шығады. Сонда мына жалпы әнді үйреніп айту мен біліп айту деген екі бөлек. Тексті біліп айтса, әнді сәтті айтасыз. Ал мына көбінде біз консерваторияның ең бір кемшілігі деп айтуға болады. Тексті жаттап айтты. Жоқ, әнді бірден үйретеді. Әуенді бірден үйретеді, салып жібереді. Бірақ текст деген ең бірінші дүниесі. Тексттен әуен пайда, әуеннен қайғы шығады деймін. Қайғыдан драматургия дегеніміз қайғы ғой енді. Осының барлық тексттен ғой. Сондықтан мына мәтін танумен айналыссақ, біз мәтін тануда кез келген сөздермен айналысып отыратын болсақ, қазақ ән өнеріндегі әуен несі ары қарай жылжиды онда. Біз жаңағы осы сөзді де екі әннің мен жаңағы мысалын келтіріп отырмыз. Сондағы біз неден аңғарып отырмыз? Текстегі белгілі бір ұғымдар арқылы аңғарып отырмыз ғой. Сондықтан қалай болғанда да мына текстпен жұмыс жасаса, қазақ әуендері ілкіге қарай, сәл қарай қадам басама деп ойлаймын. Осы тұста мына нәрсені айта кетейін. Байырғы әндердің бірі ғой, бір бала деген ән. Осы әннің туының өзінің себебі жаңағы талдан таяқ жас бала таянбайды деп бастайды ғой. Бала бүркіт түлкіден аянбайды, өгей ән салшы бір балай деп келеді. Жалпы осы мәтінді кеңірек талдайтын болсақ, мысалы, сол бір қайғыға душар болған мүмкін соның алдында мекен. Сондай адамға ой береді ғой. Соның алдында мекен бір қайғыға ұшыраған, бірақ жас желкілдеп тұрған жас жігітке сен бір ән сал, сен бір ән айт деген сипатта туған ән секілді ұқсап тұрады. Ол мысалы енді талдан таяқ жас бала таянбайды дегеннің өзі қазір енді мына Жетісу өңірінде әлі күнге де солай істеледі. Мына кісі қайтыс болған кезде жаңағы үлкен кісілер таяқ таянып тұрады. Сол кісінің жақындары таяқ таянып тұрады. Біріншіден енді өзі қайғы белге түседі дейді ғой, ауыр қайғыға белің айналып кетеді. Сол белді қайғыны көтере алмай тұрым деген сипатты беретін болса, екіншіден алыс жуықтан келген нелердің барлығы сол жақындарына көңіл айтады ғой жаңағы. Сондықтан бұл дүние әлі күнге дейін осы Жетісу өңірінде сақталып отыр. Бізге де кішкентай кезімізде қолымызға таяқ ұстап, сол тұратын болсақ, таяғыңды лақтырып жіберетін жаман бастама деп. Содан бұл енді талдан таяқ жас бала таянбайды деген сен қайғыруға тиіс емессің ғой. Әрине. Сен кішкентайсың ғой, сен қабағыңды көтерші. Немесе ол қайғыға ұшырамаса да сен жарқылдап отыр. Жасқа тән дүние ол жарқылдау деген сипатты беріп келіп, бала бүркіт түлкіден аянбайды дейді. Енді бұл жерде осыны тыңдаушылардың өзі рахаттанып тұрып, иә, рас деп қосылдап, қолдап, қошпалдап отырады ғой бұрынғы кісілер. Солай. Әнді, әй, рас, міне, рас ау, айтқаның дұрыс деген секілді. Сонда бала бүркіт түлкіден аянбайды дегенді енді білмеймін, Абай айтады ғой, бұл жырды бір аңшы оқысын деген дейші. Осы әннің өзін жаңағы бала бүркіт түлкіден аянбайды дегенді біз қазір түсіне алмаймыз. Енді тағдыр тәлейімізге жазғаннан кейін ба бүркітшінің баласы болдым өзім. Сонда мысалы бір кісінің қолында, бір бүркітші кісінің қолында мысалы екі бүркіт болады. Бұл екі бүркіт, біреуі түз бүркіт дейді, бұны түзде аспанда ұшып жүрген жерінен алған. Біреуі қол бала дейді. Оны балапан деп айтады. Бұл ұядан алған бүркіт. Балапан күнінде. Осы екі түрлі бүркіт болады. Сонда енді бала бүркіт деп отырған, түлкіден аянбайды деп отырған осы ғой, бала бүркіт, балапан, ұядан алған бүркіт. Енді осы екеуінің түлкі алу тәсілі екі түрлі болады, аңдаулау.
Сонда жаңағы өзінің аталық аналығынан, саршасыменен, ұябасарынан үйренген аң ұстауды. Түз бүркіт қайтеді, томағасын сыпырып алған жерде аңға қарайды. Аңға қарайды да алдыңғы жағы қайқаң өр болатын болса, осы қолынан босаған жерден жаңағы көтеріліп алады да, анау түлкі қайқайысқа барып жүгіре алмай қалған кезде үстінен төбесіне төніп ұстай салады. Енді бала бүркіт болса, анау көрген жерден соңынан қуарады. Соңынан қуып қайқанға барғанда өзі жете алмай қалады жаңағы. Қанат салбырап отырып қалады. Содан кейін айтады, қол бола сарған қор болады деген де сөз бар. Осы ғой міне жете алмады деп. Қоянға салса да жаңағы түз бүркіт ең алдымен екі шалғының ұшымен аударылып екі жаққа қақпақылдап келеді де, қоян бұққанда үстіне қона салады. Ал енді анау бала бүркіт болса тура қуады, қоян жалт бұрылғанда жем сауымен жер соғып қалады. Сонда жаңағы ойлайсыз осыдан кейін, сонда тек қана түз бүркіт салған жақсы ма? Мына бала бүркіт мына жерден түлкіге жете алмай қалды, мына жерден қояннан айырылып қалды. Сонда енді ол бала бүркітті салудың қажеті не деп ойлап қаласыз ғой. Сол бала бүркітті ана текстен таратып отырсыз ғой. Иә. Бала бүркіт түлкіден аянбайды. Енді осы жерде бұл неге бала бүркіт түлкіден аянбайды? Тура әңгіменің жаңағы осы текстке байланысты жері мынау. Сонда жаңағы түз бүркіт өте күйшіл келеді, бапшыл келеді. Оның күйі баяғы қылыштың жүзінде қылпылдап тұрады. Кішкене еті көтеріңкі болса алмайды. Секемшілдігі де бар. Көңіл күйі жоқ болса тағы да түлкіге бармайды. Ал бала бүркіт күй таңдамайды. Және түз бүркіт өзінің шамасын өлшейді. Бұл мен оған ала аламын ба, ала алмайын ба деген ана жақтан көргеннен бастап өлшеп қояды ол. Сонымен таудың басында, қиясында жүрсе, оған да бармай қояды. Ал бала бүркіт ол тау ма, тас па, оған шамасы жете ме, жетпей ме, жаңағы айту көзіне көрінді ме, соны қуалайды. Сөйтіп таудың басынан ұстап, домалап етегіне дейін қанша соғып келуі мүмкін. Сол кезде иесі кеп, немесе түлкі інге кіріп баратқан кезде аяғынан ұстап қап, мына жақтан бір сексеуілден ұстап, екі жаққа айырылып кетуі де мүмкін. Сол айырылып кете жаздап ұстап отыруы да мүмкін. Сол кезде жаңағы иесі келіп, мәз болып, қуанып, кеше ана түз бүркіт ұстамаған түлкіні, түз бүркіт паңданып бармай қойған түлкіні бала бүркіт ұстаған кезде, бала бүркіт түлкіден аянбайды деген осы міне деп мәз майрам болады. Ана әннің екінші шумақ айтылған кезде, әй бәлі деп жаңағы шалдардың бірі түгел шалқайып рақаттанып қалатыны, осының бәрі бір-екі жол айтылып кеткен кезде, мына ән көкірегінде қаулап өсіп, осынша дала табиғатын алып кетіп тұр ғой жаңағыны. Содан кейін угай-ай ән салшы бір балай деп ана баланы әнге шақырып отырғандай. Лөке қандай ғажап дүниелер, жаңағы жалпы бұл ән дегеніңіз тек ән ғана емес қой, қазақтың болмысын, божусан болмысын, кісілігін, пайымын бәрін ұстап тұр ғой. Біз оны ән деп, әуен деп қана қарамауымыз керек. Сондықтан ғой Асыл Сұлтанмахмұттың қазақтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетеді, сәні кеткен ұлттың жаны кетеді. Әнді сақтаудың қамын қылыңдар деп отқан со ғой. Әнді әдебиет қылып отыр көрдіңіз бе? Әні келсе әдебиеті кетеді. Бүкіл болмысы жатыр. Бүкіл болмысы жатыр. Бүкіл болмысы сол әнде дем алып тұр ғой қазақтың. Дамылдап тұр ғой. Біз олай түсінбейміз ғой, тек музыка ғана деп түсінеміз. Сондықтан мына бір данышпанның айтқаны бар екен. Егер жер бетінен ән мен музыканы алып тастайтын болсақ, онда тиынның ғана сыңғыры ғана қалар еді дейді. Тиынның ғана сыңғыры қалар. Сыңғырын естисіз дейді ғой. Тиынның ғана сыңғырын естисіз ғой, басқа не қалады дейді ғой. Енді қандай ғажабан. Мен бұл жаңа сіздің көңіл қозғайды әні. Бір баланы ма? Иә, бір балаңыз. Бұл енді айтып көрген әнім емес. Шамамен былай ғой. Иә. Әуені де мұның өте ертедегі солай секілді. Талдан таяқ жас бала ой, таянбайдай. Қадірлі ағайын, бағдарламамыздың соңына да келіп қалдық. Айтылар ән туралы айтылар әңгіме әрине көп. Оны алдағы бағдарламаның алдағы сандарында тыңдай жатарсыздар. Балай, қос етек